Келер жылдан бастап елімізде тұрғын үй құрылысына жауапты бірыңғай мемлекеттік оператор жұмыс істейді. Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі, Бәйтерек Девелопмент, тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры және Қазақстан ипотекалық компаниясы 3 еншілес мекемесін біріктірді. Бұл іс квазимемлекеттік секторды оңтайландыру аясында жүзеге асты. Нәтижесінде холдингтің жыл сайынғы әкімшілік шығындары 3 миллиард 400 миллион теңгеге қысқарады. Квази-сектор компанияларын оңтайландыру жөніндегі шешім мемлекет басшысының былтырғы жолдауынан кейін қабылданды. Президент тұрғын үй құрылысына жауапты операторлардың атауы әртүрлі болғанымен, атқаратын қызметі бір, яғни бюджетке тиімсіз екенін айтқан болатын. Единый оператор будет работать. Бәйтерек Девелопмент және тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры Қазақстан ипотекалық компаниясының құрамына кірді. Соңғысы бірыңғай оператор ретінде қалады. Келер жылы оған даму қорының нұрлы жер бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылысын субсидиялау функциясы да беріледі. Бірыңғай оператордың атауын Қазақстан тұрғын үй компаниясы деп өзгертуді шештік. Оңтайландыру аясында холдингтің әкімшілік шығындары 3,4 миллиард теңгеге қысқарады. Штаттық бірлікте 32%-ке азайып, басшылық лауазымдар жойылады. Холдинг бірыңғай операторды іске қоспас бұрын индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен қолданыстағы заңдарды өзгертті. В бюджетный и Бюджеттік және жер кодексіне өзгерістер енгізілді. Одан бөлек тағы 4 заңға түзетулер енді. Себебі бұған дейін аталған 3 компанияның функциясы әртүрлі болатын. Алғашқысы ипотека нарығына, екіншісі қолжетімді баспана құрылысын қаржыландыруға және үшіншісі үлескерлік құрылысқа кепілдік беруге жауапты болып келді. Осы қызметтердің бәрін енді жаңадан құрылған бірыңғай оператор атқарады. Президент тапсырмасы бойынша холдингке қарасты тағы бір компания тұрғын үй құрылыс жинақ банкі отбасы банк болып қайта құрылады. Оған әкімдіктің құзыретіндегі мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана кезегін реттеу міндеттері беріледі. Рауан Мыңбаев, Хабар 24.